Армысыздар қазақ елі. Міне мынау қолдан жайған қамыр, міне қайнап жатыр бұрқырап қазанда ет. Бұл Ақмарал апаның ақ дастарханында болған тамақ. Міне қараңдаршы, қандай керемет. Міне қолдан жайған қамырдың дәмі қандай әдемі болады. Кәдімгі бидайдың, кебектің дәмі шығып тұрады. Мынау дүкендерден сатып алған, енді ол жоқтан бар деген нәрсе ғой. Мүмкіншілігі болса үйде осындай 200 баланы жай жіберіп қамырды міне етке салсаңыздар қандай керемет. Соғым міне дәл соғым жейтін уақыт қой қазір, қандай керемет. Мен өзім қарап отырып не жерде бір тамсанып отырмын. Міне керемет. Әр қазақтың үйінде осындай қазаны оттың үстінен түспесін, осындай қазандары қайнап береке мереке болсын. Міне алдарыңызда тұрған не деген мынау бес бармақ, қараңыздаршы. Міне қазақтың ең ас ауқатының төресі. Міне қараңыз, қандай үзіліп тұр ғой, үзіліп. Міне қазы, қарта, міне қандай керемет, тамаша. Міне анау қамырды көрдіңіздер ме? Қолдан жайылған 300 бола қамыр жайсаңыздар 10-15 адамға жетеді. Міне қандай керемет. Қазақ елінде тек мереке болсын, береке болсын, қыстай соғым үзілмесін дастархандарыңыздан. Міне осындай беш бармақтан жеп, күліп, ойнап жүре беріңіздер. Қазақ елі аман сау болсын.